Енді бұл қасиетті Рамазан айы баршамызға берекет, Алланың рахымы түскен ай ғой. Бұл айда қай бір мұсылман қандай жақсылық жасамасын, Алла Тағала ол жақсылықты еселенетіндігін сүйіншілеген. Сондықтан біздер осы қасиетті Рамазан айында Алматы қаласындағы Нұрлы мешіті Медеу ауданындағы осы мешітімізде күнде 100 адамға ауыз ашар. 100-ден де көп, кей кезде мына сыртқа да шығып кетіп жатыр, 120-130-ға дейін күнде тарауих оқылып жатыр, Аллаға шүкір. Жамағатымыз, мына өздеріңізге көріп тұрған халық арена, көбісі біле бермейді екен бұл мешітті. Біз енді арнайы биыл осы мешітімізді таныту мақсатында өздеріңіз көріп тұрғаннан жарықтарды қойып, түнімен жанып тұрады. 24 сағат десем де болады, түнімен жанып тұрады. Кеткен көргеннің барлығы осы жерде мешіт бар екенін біліп жатыр. Алматы қаласындағы ең үлкен мешіт пен ең кішкентай мешітті видео түсірсе күшті болады да. 54 мешіт түсірмей-ақ қойсын. Ең үлкен ол Алматы орталық мешіті, ең кішкентай біздің мешіт екен. 2,5 соттық жер. Біздің мешіттің жері 2,5 соттық жер. 100 адамға ауыз ашар беріп жатыр. Орталық мешітте 500 адамға беріп жатыр. Ең үлкен сол орталық мешітте. Тарауих намаз оқылады, Аллаға шүкір. Қариларымыз бар. Алла разы болсын. Келсін осындай мешітімізге. Бауырлар, егер де сіздер Талғардың бойында тұратын болсаңыздар, Талғарға кетіп баратын жерде көбіне пробка болып қалады. Ауыз ашар уақытысы болса, осы жерге кіріп, намаздарыңызды оқып, жамағатпен бірге отырып ауыз ашсаңыздар болады. Болады, әрине. Міне өздеріңізге белгілі мынандай кішкентай ғана суымызбен осы Меккеден алып келген сукари құрмасын күнде осы жерде кептелісте тұрған халықтарға, яғни адамдарға беріп жатырмыз. Ауыз ашып үйіне үлгере алмай жатқан жақтарға, әсіресе Талғарға кетіп баратын кісілерге. Адамдар сондай қуанышты. Қанша дегенмен Рамазан айы ғой, бір су болса да, бір құрма болса да, бір. Енді пайғамбар саллаллаху хадис бар ғой, кімде-кім ораза ұстаса, ораза ұстаған адамның аузын кім аштырса, ораза ұстаған адамның сауабындай сауап береді деген. Осы суға демеуші болған жандарға осы ораза ұстаған адамдардың сауабындай сауап нәсіп етсін иншалла. Алла қабыл етсін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, Нұрлы мешітіне келіңіздер ауыз ашарға. Демеуші боламын дейтіндер есік ашық қой, иә? Әрине. Әлі айдың аяғына дейін көптеген күндер бар, уақыттар бар. Жақсы жасайын деген кісілерге. Жаңағы Нұрлы деген мешіттің ауласында кішкентай ғана аядай ғана жер ғой негізі. Кішкентай ғана мешіт. Соның ауласына қараңыздаршы, қандай керемет қылып ауыз ашатын жерден жасап қойған жамағаттар. Орындықтардың өзінің оюымен, қабырғаларының бәріне сахих хадистер жазылған, Құран аяттары, ана жерде микрофон тұр, колонка тұр, уағыз айтылады. Мынандай қылып ауыз ашар мешіт өткізу кішкентай ғана мешітте берекенің нышаны шығар. Тазалық жайында айтылған бір хадис кім айтады? Тамақ ішемін алда қол жуып. Бәрекелді. Дұрыс, міне осындай. Тағы. Тазалық иманның жартысы дедім ке ортаға тұрған. Ол да болса жауап қой. Алла разы болсын. Міне, рахмет. Алла разы болсын. Сол зәмзәм су шыққаннан кейін, сол шу шыққанға дейін бір екі таудың арасын жүгіреді. Сол таудың атын айтшы. Тыныш. Бисмилля. Міне, Сафа мен Маруа. Құтты болсын. Міне, Алпыстақ ата сізге сұрақсыз осындай кітап. Не үшін атамызға беріп жатырмын? Көптеген осындай қарт кісілеріміз әттең өкінішке орай осылай үйінің түбі болса да мешітке келе алмай жүр, жете алмай жүр. Ал осындай жастағы атамыз, Алла разы болсын, тарауихқа қатысады, ауыз ашарға қатысады. Сонымен қоса бүгінгі дастарханымыздың әрдайым тұрақты түрде бата беретін ақсақалымыз. Алла разы болсын ата сізге. Өміріңізге берекет берсін. Мына жерге отырыңыз, сіз бата бересіз. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.